Саламатсыздар ма балалар? Менің есімім Ердоңғар Арман Нұрболұлы, бірінші мамандырылған өрт сөндіру бөлімінің өрт сөндірушісінің, құтқарушысының, лауазымым кіші сержант. Бүгінгі өтейін деп жатқан тақырыбымыз өрт ережелерінен сақтау, өрт қауіпсіздігінен сақтау. Үй жағдайында осындай сіріңкені қолдануға, жабуға, ұстауға кішкентай балаларға рұқсат етілмейді. Өрттің ең басты себебі осы сіріңкеден басталады. Екінші, үй жағдайында көп кездесетін қуаттағыш зарядканы үйдегі үлкендердің рұқсатынсыз қолдануға болмайды. Және де бұны ауызға салуға, түнде телефонды қуаттауға қоюға үлкендердің рұқсатынсыз қолданбаңыздар. Үйде немесе балабақшада өрт болғанын, өрт пайда болғанын байқасаңыздар, бірінші тәрбиешіге немесе ата-анаңызға үлкен адамға ескертулеріңіз керек. Және де 101 немесе 112 ұялы байланыс телефондарына хабарласаңыз, біз айтылған мекенжайға тез уақытта жетеміз. Егер өртіміз қатты таралмаған кішкентай өрт болған жағдайда, біз осындай өрт сөндіру құралымен біз өртті сөндіреміз. Ағай, өрт болғанда не істеу керек? Өрт болған кезде жаңа айтқанымдай, бірінші балабақша тәрбиешісіне немесе үлкен адамға, ата-анаңызға ескертіп. Өртті қалай сөндіресіз? Өрт болған жағдайда бірінші біз өзіміздің өрттен сақтайтын костюміміз бар, бас киіміміз бар, шырайымыз бар. Сол киімдерді киіп, автокөлікпен өрт болған мекенжайға барамыз. Мекенжайға жеткеннен кейінгі біздің міндетіміз жаңағыдай жауынгерлік қанат жаю деп аталады. Өзіміздің шлангерімізді, рукавтарымызды жайып, біздің бастығымыздың рұқсатын күтеміз. Егер ол рұқсат берген жағдайда біз өрт сөндіруге кірісеміз. Аға, мына көліктің ішінде не бар? Бұл көліктің ішінде 5 тонна суымыз болады, сосын 2 шақырымға жететін шлангымыз болады. Және де өрт сөндіруге арналған құралдар, терезе бұзатын, есік бұзатын, балға, балтамыз, сондай құрал-жабдықтар болады. Внимание, пожарная тревога. Срочно покиньте помещение.